ұрпағының санасына ұят ұялатып, жастайынан дұрыс тәрбиемен сусындатқан ана мен әке бақытты. Сондықтан біз жазбамызды қыз өсіріп отырған бүгінгі аналар қауымына арнаймыз. Өмірің мен көңілің тыныш болмаса, дүние мен байлықтың сені бақытты етер күші жоғалады. Өмір жолында қандай қиын проблема туындаса да, ол ұзаққа созылмайды және мұнымен өмір шегіне жете қалмайды. Өзіңді өзгелермен салыстыра берсең, өзіңді де жоғалтып аласың. Өзіңді барыңмен мақтан, өзгенің де комплексі барын ұмытпа. Анаңа кез келген мәселе бойынша сұрақ қойып, түсіндіруін өтінуге қақың бар. Сыр сақтауға келгенде құрбыларыңнан қайран қалмаса, анаңа кеп бөліс. Анаңнан артық сырсандық жоқ. Кімнен болса да бірінші болып кешірім сұрауға әуестен. Бұл сенің әлсіздігіңді емес, күштілігіңді дәлелдейді. Өйткені қаншама мықты адамдар реніш пен өкпені жеңе алмай жүр. Үнемі күлімсіреп жүр. Күлімдеу өмірдің сәні екенін есте сақта. Реті келгенде жылап, шеріңді өз уақытында шығарып тұр. Қайғы мен мұңды іште сақтай бергенің өзіңе сор. Әйел адамның бойында әртүрлі жағымды қасиет болғаны дұрыс, көп болғаны да жақсы. Құрбы таңдағанда мұқияттылық керек. Адамдар сені құрбыңа қарап танитынын ұмытпа. Әйел адамның әдемілікке құмартуы заңдылық. Әдемі болып жүруге, сұлулықты сақтауға уақыт табуға тырыс. Ер адамның намысын таптама және таптатпа. Ата-ананың қадірін олар қасыңда тірі жүргенде біліп жүр, құрмет білдір. Табиғи сұлулықтың орнын ештеңемен толтыруға болмайды. Сондықтан жас кезіңде косметиканы шектен тыс пайдаланбай, табиғи әдемілігіңді бағала. Әйелдің дене бітімі әлемнің ең әдемі жаратылыстарының бірі. Сондықтан көптің кір көздері мен ұятты жерлеріңді тығып ұста. Сәнді сүйсең де, тәнді жалаңаштама. Ана болған соң, ол өмірге бала келіп, оны өсіру үшін тағы бір жауапкершілікті мойнына алады. Ертең адам деген атқа лайық болып өсу үшін балаға тура жол сілтеу біздің де, сіздің де міндет. Ал қыз баланы тәрбиелеудің жүгі бәрінен де ауыр. Қызым үйде, қылығы түзде. Демекші, қыз баланың жүріс-тұрысы мен киім киісі тәрбиенің негізгі бөлігі болып саналады. Қазақ халқы қыз болашағына шаңырақтың берекесі деп, оның тәрбиесіне баса мән берген. Алайда көпшіліктің қазіргі қыздар тәрбиесіне көңілдері тола ма?